Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді және де өте нәзік әрі тез дайындалатын кекс дайындайтын боламыз. 5 минутта дайын болады, қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Осындай тәттілермен жақындарыңызды, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Жұмыртқамыз бен қантымызды салып миксерлейміз пышны масса болғанша. Және де қамыр қопсытқыш, май, айран барлығын салып араластырамыз. Осындай қарапайым қоспалардан дайындалады. Барлық үйден табылады деп ойлаймын. Ұнымызды бөліп салып миксерлеп алып отырамыз. Ұнның барлығын бірден салмаймыз. Егер де бірден салатын болсаңыздар, ұндарыңыз осындай біздің массамыз комок-комок болып қалады да, біздің кекстарымыз дұрыс көтерілмей қалады. Соған мән берген дұрыс. Осындай арнайы формаларға пісіретін боламын. Мені байқасаңыздар, осындай резиновый және де кондитерлік дүкендерден аламын арнайы формаларды. Егер де үй жағдайында пісіретін болсам, осындай резиновый формаларға пісіре беремін. Арнайы формалармен өте әдемі біркелкі болып піседі. 180 градуста 20 минутта пісіріп алдым. Қант ұнтағымен әсемдесеңіздер болады, өз қалауларыңыз. Міндетті түрде жасаңыздар, қыздар. Бұл рецептпен 7 жылды болды мен көлемде жасап келе жатқаныма. Әсіресе балаларыма өте қатты ұнайды. Менің инстаграм парақшама да тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін тамашалап, сіздерге ұнап жатса, шынайы пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Айгерім ас болсын.